Тренировканы аптасына неше рет істеу ол маңызды емес негізі. Ең бастысы мынаны түсінсеңіздер болды. Бір группа мышцаны аптасына бір рет. Например, сол екі группадан бөлуге болады. Грудь пен бицепс мысалы, арқа мен трицепс екі группа бірге бөлініп бір күнде істейсіз. Иық аяқ стандартный енді осылай. Обычно бәрі осылай жасайды. Сонда аптасына 3 күн получится. Можно ол екі группаны біріктіріп істеген күндерді жеке, например, грудьті отдельно істеуге, қолды отдельно, иықты чисто бір күн істеп, арқаны чисто бір күн ғана істеп, онда күнде получится. Эффект один и тот же. Просто өздеріңіздің уақыттарыңыз ғой. Тренировкаға күнде барып жүрген. Сосын таңертең әлде түсте, кешке, таңертең әлде кешке тоже негізі, не важно. Бірақ біз университетте оқыған кезде есімде қалыпты, сол айтылған болатын, сағат 10 мен 12-нің арасы таңертең. Өйткені таңертең қатты ерте емес, кешке қатты кеш емес. 3 пен 6-нің арасы ғой деймін, есімде болса. Сол аралықта дұрыс деп саналады физкультурныйда. Бірақ мен өзім түс кезінде тренировка істеймін. Өйткені мен тамаққа байланыстырам. Тренировкаға дейін жүреді, тренировкадан кейін жүреді.